Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Айбек Имашев, және біз осы сапа басқарудың видео курсының келесі тақырыбына көшуге рұқсат етіңіздер. Және келесі тақырыптың аты сапа ілмегі Деминг циклі. Өнім сапасын басқару объектілері сапа циклінің құрайтын барлық элементтер болып табылады. ISO халықаралық стандарттарына сәйкес сапа циклі деп сақина түрінде жабық деп түсініледі. Келесі суретте осы сапа циклінің көрінісін қарауға болады. Мынандай негізгі кезеңдерді қамтитын өнімнің өмірлік циклі: маркетинг, техникалық талаптарды жобалау және әзірлеу, өнімді әзірлеу, материалдық техникалық жабдықтау, өндірісті дайындау және технологиялық мен өндірістік процестерді әзірлеу, өндіру, бақылау, сынау және зерттеп қарау, буып түйу және сақтау, өнімді өткізу және бөлу, монтаждау, пайдалану, техникалық көмек және қызмет көрсету, кәдеге жарату, жоспарлау, бақылау, талдау және тағы басқалар үшін практикалық іс-әрекетте бұл кезеңдері компоненттерге бөлуге болатындығы есте ұстаған жөн. Мұндағы ең маңызды өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сапаны басқару процесінің тұтастығын қамтамасыз ету. Сапа ілмегінің көмегімен өнім дайындаушының тұтынушымен және өнім сапасын басқару міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін барлық объектілермен өзара байланысы жүзеге асырылуда. Өнімнің сапасын басқару циклдік түрде жүзеге асырылады және Деминг циклі деп аталатын белгілі бір кезеңдерден өтеді. Мұндай циклді жүзеге асыру Деминг циклінің айналымы деп аталады. Деминг циклінің тұжырымдамасы тек өнім сапасын басқарумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар, кез келген басқарушылық және тұрмыстық қызметке де қатысты. Деминг циклінің кезеңдердің реттелігі келесі суретте көрсетілген және мыналарды қамтиды: жоспарлау, іске асыру, бақылау, әсерде басқару. Біз күнделікті өмірде саналы түрде қолданылатын дөңгелек циклде де функциялар сапалы өнімді қорудың және оны сапалы пайдаланудың барлық жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, бұрын қарастырылған басқарудың жалпы функциялары деп аталатын іске асырудың мәні жатыр. Осылайша, сапаны басқару кезінде осы процестің жүйелерін қамтамасыз ету үшін сапа сақинасын Деминг циклмен шеңбермен біріктіру қажет. Өнімнің өмірлік циклі бойында іс-әрекеттің негізгі түрлерін сипаттайтын болады. Содан кейін алынған матрицаның бүкіл өрісіндегі негізгі қызмет түрлерінің толықтығы өнімнің жекелеген түрлері үшін сапаны басқару процесін күрделілік дәрежесіне сипаттайды. Сапаны басқару бақылаудың ерекшелігінде ол негізінен жақсы өнімдерді жаманнан бөлуге дейін азаяды. Өнімнің сапасы аяқталғаннан кейін бақылау нәтижесінде өндіріс процесін өзгерту мүмкін емес. Сапаны басқару тауарларды әзірлеу, өндіру, пайдалану және кәдеге жаратудың барлық жүйесімен айналысады. Сапа менеджменттің міндеті ақаулардың пайда болу себептерін анықтау, содан кейін осы себептерді жою және сапалы өнім өндірісін қамтамасыз ету. Сапаның басқару мемлекеттік, өңірлік және салалық деңгейлерде, сондай-ақ фирма, кәсіпорын деңгейінде жүргізіледі. Өнімнің сапасын басқару деп оның сапасының қажетті деңгейін белгілеу, қамтамасыз ету және қолдау мақсатында өнімді жасау, пайдалану немесе тұтыну кезінде жүзеге асырылатын іс-әрекеттер түсініледі. Бұл жағдайда тікелей басқару объектілері өнімнің тұтынушылық сипаттамалары, олардың деңгейіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар, сондай-ақ оның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде өнімнің сапасы қалыптастыру процестері болып табылады. Басқару субъектілері әртүрлі иерархиялық деңгейлерде жұмыс істейтін және басқарудың жалпы қабылданған қағидаттары мен әдістеріне сәйкес сапаны басқару функцияларын жүзеге асыратын әртүрлі басқару органдары мен жеке тұлғалар болып табылады. Өнімнің сапасын басқару тетігі бұл өзара байланысты объектілер мен басқару субъектілерін жиынтығы. Өнімнің
өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдерінде және сапаны басқару деңгейлерінде қолданылатын басқару принциптері, әдістері мен функциялары. Ол сапа менеджменттің негізгі функциялар тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз етуі керек. Олардың құрамына ең алдымен мыналар кіреді. Біріншісі, нарық қажеттіліктері, техникалық деңгей және өнім сапасы. Өнім сапасын арттыруды жоспарлау. Өнім сапасына қойылатын талаптарды нормалау және стандарттау. Өнімді әзірлеу және өндіріске қою. Өндірісті технологиялық дайындау. Шикізатты материалдарды жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдарды жеткізушілер, өндіруші кәсіпорындар мен өнімді тұтынушылар арасында өнім сапасы бойынша өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру. Өнімнің өмірлік циклінің барлық сатыларды оның сапасының жоспарланған деңгейінен тұрақтылығы қамтамасыз ету. Өнімнің сапасын бақылау және сынау. Өндірістегі ақаудың алдын алу. Өнімдері, технологиялық процестерді, жұмыс орындарын, орындаушыларды және тағы да басқа ішкі өндірістік аттестаттау. Өнімді жұмыстарды, қызметтерді, сапа жүйелер және өндірістерді сертификаттау. Өнімнің сапасын басқару механизмін арнайы ішкі жүйелердің құрамына стандарттау. Өнімді сынау, өндірістегі ақаулардың алдын алу, сертификаттау және ішкі жүйелер сертификаттау кіреді. Өнімнің сапасын басқару механизмінің ішкі жүйелерін қамтамасыз ету құрамына өнімнің сапасын басқаруды, құқықтық, ақпараттық, материалдық, техникалық, метрологиялық, кадрлық, ұйымдастырушылық, технологиялық және қаржылық қамтамасыз етуді ішкі жүйелер кіреді. Тыңдағаныңызға рахмет. Сіздермен бірге Айбек Имашев.